Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін барлық ханшайымдардың ас үйінен табылатын, өте қарапайым заттардан тұратын дәмді подлива жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше бастайық. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, көбіктеп туралған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Өзінің суына 20 минуттай бұқтырып қоямыз. Және де оттың астын жай отқа қоюды ұмытпаңыздар. Кейін қуырылып болғаннан кейін пиязымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Кейін сәбізімізді саламыз. Көбіктеп туралған 7-8 минуттай қуырып болғаннан кейін бір помидорымызды көбіктеп тағы да үстіне салып жібереміз. 2-3 минут қуырылып болғаннан кейін дәміне қарай паприка бізге тамақтың түсін және дәмін өте келтіреді. Одан кейін тұзын, бұрышын салып жақсылап қуырамыз. Үстінен суын құямыз. Су құйған кезде мөлшерінен артық болмаған дұрыс. Одан кейін бір ас қасық томатымызды салып, бір бұрқ еткен кезде картобымызды үстінен саламыз. Және де болгар бұрышын саламыз. Болгар бұрышын ұсақтап, көбіктеп турасаңыздар да болады. Тамағымыз дайын болып қалды. Ұсақтап туралған чесногымызды салып, жақсылап араластырып 5 минут қойып қоямыз. Мен гарниріне спагетти ұсындым. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Алтыншаш.